Сәлем достар, бүгін сіздермен таңғы асқа сырникке жасайтын боламыз. 350 грамм творогтың үстіне ұн саламыз, қант саламыз және жұмыртқа салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бір келкі формаға келтіріп, барлығын теңдей етіп бөліп шығамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Және осылай манная кашаның үстіне екі жағын аунатып аламыз. Дөңгелек формасын шығару үшін кесенің көмегімен осылай дөңгелетіп аламыз. Қызып тұрған майда екі жағын қуырамыз. Және одан сайын қатырлақ болып шығу үшін 5 минутқа қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Творожный сырдың үстіне 20% қаймақ салып, және қант салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және сырниктарымыздың үстіне осылай кремдерімізді салып шығамыз. Әсемдік үшін жеміс-жидектерді де қолдансаңыздар болады. Міне достар, сырниктарымыз дайын. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер.